Барлығына сәлем. Синтетикалық биология бойынша қызықты сабаққа қош келдіңіз. Бүгін біз ақуыз белгілерінің таңғажайып әлеміне еніп, осы кішкентай молекулалық маркерлердің жасушалық процестерді түсінуде қалай шешуші роль атқаратынын зерттейміз. Сонымен бастайық. Ақуыздар бұл біздің денемізді қолдайтын маңызды функцияларды орындайтын жасушалардың жұмысшылары. Бірақ жасуша бұл ақуыздарды қалай реттейді және анықтайды. Бұл үшін бізге ақуыз белгілері көмектеседі. Ақуыз белгілері олар бекітілген ақуыздар туралы маңызды ақпарат беретін молекула жалаулар ретінде әрекет ететін амино қышқылдарының қысқа тізбегі. Олар ақуыздарды ең қажет жерлерге жеткізуді қамтамасыз ететін молекулалық пошта индекстері деп айтуға болады. Осылайша, ақуыз белгілері жасушалық процестерді оңтайландыруға және жасушаның жалпы денсаулығын сақтауға көмектеседі. Ақуыз белгілерінің әртүрлі түрлері бар, бірақ біз екі негізгіге назар аударамыз. Ол біріншісі сигнал тізбегі. Бұл белгілер ақуыздар үшін пошта индекстері ретінде әрекет етеді. Оларды жасушаның дұрыс бөліктеріне бағыттайды. Мысалы, сигнал тізбегі ақуызды қосымша өңдеу және өзгерту үшін эндоплазмалық желіге бағыттайды. Екіншісі ол эпитоптық белгілер. Бұл ғалымдар зертханада ақуыздарды зерттеу үшін жасаған жасанды белгілер. Эпитоптық белгілер штрих-кодтарға ұқсас. Бұл эксперименттер кезінде белгілі бір ақуыздарды анықтауды және оқшаулауды жеңілдетеді. Ақуыз белгілері молекулалық биология саласында төңкеріс жасады. Олар ғалымдарға ақуыздарды бақылауға, олардың функцияларын зерттеуге және жасушаның әртүрлі компоненттері арасындағы күрделі өзара әрекеттесулерді түсінуге мүмкіндік береді. Эпитоптық белгілерді қолдану атап айтқанда медициналық зерттеулерде серпінді жаңалықтарға әкелді. Ақуыз белгілері әртүрлі зерттеу және биотехнология салаларында қолданылады. Ауруларды түсінуге, мысалы, ауруға байланысты ақуыздарды белгілеу арқылы ғалымдар әртүрлі аурулардың себептері туралы ақпарат алады және ықтимал емдеу әдістерін әзірлейді. Екіншісі биофармацевтика. Ақуыз белгілері тиімді тазарту мен сапаны бақылауды қамтамасыз ететін емдік ақуыздарды өндіруге қолданылады. Үшіншісі генді өңдеу. Белгілі CRISPR-Cas9 сияқты генді өңдеу технологияларына роль атқарады. Бұл белгілі бір гендерге дәл бағыттауды жеңілдетеді. Генетикалық инженерия немесе биохимиялық әдістер сияқты ақуыздарға жапсырмалардың бекітудің бірнеше әдістері бар. Әрбір техниканың өзіндік артықшылықтары мен шектеулері бар, және зерттеушілер өздерінің эксперименттік тапсырмаларына сәйкес таңбалау стратегиясын мұқият таңдайды. Қорытындылай келе, ақуыз белгілері бұл біздің жасушалық процестер туралы түсінігімізді өзгерткен таптырмас құралдар деп айтуға болады. Олардың ақуыздарды бағыттау, қадағалау және зерттеу қабілеті биология, медицина және биотехнологияда жаңа перспективалар ашты. Енді болашақ ғалымдар, сізде осы кішкентай, бірақ күшті молекулалық маркалар туралы терең түсінік бар. Есіңізде болсын, ақуыз белгілерін зерттеу бұл үнемі дамып келе жатқан сала. Және егер сіз өмір туралы ғылымда мансапқа ұмтылуды шешсеңіз, сізді қандай қызықты жаңалықтар күтіп тұрғанын кім біледі? Ақуыз белгілері бойынша осы сабаққа қосылғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.